Маған переводить етіп қажетті керек емес. Аяулым мынандай ғой, біреуге ақыл айту оңай да. Сен андай жерде айтып отырған ақылың саған неге былай жасамайсың деп айтқан оңай, бірақ сен менің орнымда бұрында тура осылай жасағансың. Сол кезде біз де саған солай айтқан болатынбыз деген сияқты. Мен Балауса ханым, мен түсінбей отырмын, неге маған стрелканы переводить етіп отырсыз? Бұл сіздің өзіңізге деген, демек, самооценкаңыз низко, значит, егер де жай ғана пікірге жауап бере алмай отырсаңыз. Мен аяулыммен келсем, Балауса ханым, көкірегіне нан пісіп кеткен сияқты сен айдана. Расымен, шынымен де. Және де айтарым жана енді шықпай жүр, битпей жүр деп отыр. Я мен білем, аянмен жүрген кезде бұл қыз постоянно қандай нәрсе болмасын, қандай жағдай болмасын, кездесуге асығатын, тырысатын. Бірақ та дәл қазіргі сәтте менің көріп отқан сендерді аян екеуінде еш нәрсе байланыстырмай ма? Дәл Абылай мен Нұржан ситуациясы сияқты болып тұр да бұл жақта, Балауса ханым. Бәлкім менің ойымша, мен шынымен де аянмен де қазір жақсы сөйлесіп жүрген жоқпын. Нұржан сияқты кездесуге шығатын кезде сен шықпайсың деген сияқты сондай бір дүниелер болып жатқан сияқты мен